баста камераман тұрып дейтін қайда? Жарқын сәтте жолығып, мазмұнды сұхбатымызды бірге тамашалауға келген баршаңызға қайырлы күн. Армысыз, көңілі кең қадірлі көрермен. Бүгінгі сұхбатымыз сіздердің көңілдеріңізге жылы ой мен жаңа сөз сыйласын. Бүгін біз Алматы қаласында өткен Сириус таланттар саммитіне қатысып келген қонақтарымыздан сұхбат аламыз. Олар жас та болса бас болып жүрген мектебіміздің физика пәнінің мұғалімі Еламан Шынарбекұлы. Таланттар саммитіне қатысқан үлгілі де білімді оқушымыз Омар Даяны. Қош келдіңіздер. Сұхбатымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Ал ой болса, сұхбатымызды бастайық. Алғашқы сұрақ Еламан Шынарбекұлы, сізге жалпы саммиттің негізгі мақсаты қандай болды деп ойлайсыз? Саламатсыздар ма? Ең алдымен мектебімізде ашылып жатқан достар арнасын ұжымды құттықтаймын. Осындай керемет бастама бастап тек алға өрлей беріңіздер. Саммиттің негізгі мақсаты жалпы талантты шәкірттерді жинап, және де олардан сабақ беретін пән мұғалімдерін қосып, Алматы қаласында үлкен бір саммит өткізілді. Ол саммитте Ресей елінде Сириус мектебі ашылған еді. Сол мектеп бұйырса Алматы қаласы іргетасы қаланды. Сол мектептің қалануымен осындай мектепте тек дарынды және талантты шәкірттер мен ұстаздар оқитындығын және жұмыс жасайтындығын көрсету болды. Енді сөз кезегі Даянаға берсек, өзіңді таныстырып өтсең және саммитке қатысқандағы алғашқы сезімің қандай болды? Сәлеметсіздер ме баршаңызға. Менің есімім Даяна. Мен Достық жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Саммитке барғандағы алғашқы әсерім өте керемет болды. Ондағы қатысушылар да, спикерлер де, мұғалімдер де өте керемет те, білімді, білікті адамдар екен. Еламан Шынарбекұлы, бұл саммитке кәсіби тұрғыда қандай жаңа идеялар немесе жаңа бастамалар алып келді? Жалпы саммиттен келген үлкен идеямен, үлкен оймен келдік, үлкен бір күш жинап келдік десек болады. Себебі саммит бір кішкене бір шағын демалыс болып кетті бір жағынан. Мұндағы мектеп өмірінен болсын, жеке өмірінен болсын барларда көптеген үлкен ойлар алып келді. Жалпы бізде Ресей елінің мамандары сабақ бергендіктен, олардың өздерінің жұмыс бабымен бөлісті, сабақ беру жөнінде қандай ғылыми жобалар бар екенін, жалпы сонда мен бір түйгенім, бір ойым, алдағы уақытта жазғы демалыстарда, жазғы мектептер болған кезде оқушыларды алып далаға сабақ беру, қызықты эксперименттер жасау, сондай бір керемет шабытпен оймен келдім деп ойлаймын. Себебі бізде физика дейді, табиғатпен байланысқан сабақ болғандықтан, табиғатта сабақ беру оқушылардан физикаға деген махаббатын одан сайын артырды деген ойдамын. Даяна, жалпы бұл өткен іс-шара сенің болашақ мақсатыңа, арманыңа әсер етті ме? Иә, әсер етті. Мен бұрын ойлағам ғылым саласына түсемін бе деп. Бірақ қызығушылығым ондай қатты көп болған жоқ. Осы саммитке барған әсерінен менің қызығушылығым арта түсті. Болашақта осы ғылым саласына түсемін деген ойдамын. Еламан Шынарбекұлы, сізге әсер еткен баяндама қандай болды? Немесе спикер, неліктен, сол туралы айта кетсеңіз? Спикердің аты жөнін білмеймін, шыны керек. Ұмытып қалдым, енді есімде жоқ, бірақ баяндама деген кезде физика, математика доктор наука бар, бізде баяндамашы болған. Сол кісінің баяндамасы өте қатты әсерлі болды. Себебі ол жұмыс барысы қалай болғанын, өзі Санкт-Петербургтағы бір лицейдің, физмат бағытындағы лицейдің директоры екен. Және де сол мектепте жұмыс жасайды. Сонда мектепке оқушыларды қабылдаған кезде осындай бір қызық жағдай болған. 5 оқитын оқушыны көптеген мектептен алмай қалған.
білімі нашар, сабақ оқымайды, шыбырлап қояншық деп айтады ғой. Сондай оқушы болды дейді. Өте төмен дейді, төмен мектептерге дейін берген, бірақ сол оқушының ата-анасы алып келіп тұр. Ағасы осы мектепте оқығандықтан мүмкін ағасының артына еріп оқи ма деген оймен деп. Ол баланың жұмысын қарасам дейді, кәдімгі есі сол дұрыс баланы есептерді жасап шығарған дейді. Сол бала сабақ беріп, білімін жалғастырып, қазір сол баланың өзін доктор наука қылып тәрбиелеп шығарған екен. Маған өте қатты ұнады, себебі оқушыларды бөліп жарып қажет емес екен. Мынау оқымайды, мынау үштің баласы емес. Оқушылардың әрбіреуінің өзінің қызығушылықтары болады, соны оята білу керек деп ойлаймын. Нағыз педагогтың ісі сол деп ойлаймын енді. Маған қатты ұнады. Жауабыңызға өте керемет жауап. Даяна, саммиттен қандай жаңа білім немесе жаңа тәжірибе алдыңыз? Мен саммиттен зерттеу жүргізуді, жоба қорғауды үйрендім. Саммитте бізге спикерлер, Ресейден келген мұғалімдер бізге өздерінің қалай аудандарындағы, өздерінің елдеріндегі сорларды, яғни тұстар бар жерлерді қалай анықтағандарын үйреттім. Және бізге сол тәжірибені, сол зерттеу арқылы біздің Қазақстанда қай жерлерде сор бар, соларды көрсетті. Жақсы, рахмет. Жалпы осы саммиттің ұйымдастыру деңгейі туралы не айта аласыздар? Сіздерге ортақ сұрақ болсын. Ұйымдастыру деңгейі енді өте жоғары болды. Қалай келдік, бізді күтіп алғандары, бізді орналастырғандары өте жоғары деңгейде болды. Сол әлемге де рахмет айтамын ол кісілерге де. Әшмамыштың жатақханасына бізді қабылдады, жатқызды, бізді тамақтандырды. Және де саммиттің жоғары деңгейде болуын тағы да бір дәлелі. Шыны керек, бүкіл бос уақытымыз болмады. Өте нақты жоспарланған, әрбір сабақ уақытымен басталады, уақытымен бітеді. Және де тағы да ұнағаны бірінші күні сабақтан шаршамасын деп оркестрлық бір фольклорлық өздерінің ансамбльдерін алып келген екен. Сонда барып кешкісінде концерт болды. Кәдімгідей жанды инструменттермен жақсы бір кеш болды. Жақсы өткен болды. Рухани демалдық. Жақсы. Даяна, сіздің айтар ойың бар ма? Ұйымдастыру жағы бойынша. Біздер дейтін сол РФМШ-ның жатақханасында көптеген достар өтті. Барлығын араласып, өте күшті болып, ағай айтып кеткенде рухани демалыс күшті әсер етті. Барлық оқушылардың арасынан не себепті сені таңдап алды деп ойлайсың? Алматыға алғаш рет бардыңыз ба? Және қай жерлері ұнады, әсеріңіз қандай, сол туралы айтып өтсеңіз? Мені үздік оқушы деп ғылыми жобаларға қатысқаным бар. Сол үшін таңдап ойладым. Алматыға мен алғаш рет баруым. Алматының маған таулары, әдемі жерлері, және оқу білім орталықтары өте қатты. Жалпы оқушылардың мұндай іс-шараларға қатысуы олардың дамуына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Жалпы оқушыларды осындай іс-шараларға жіберіп тұру керек деп ойлаймын. Себебі қазірден бастап оқушылар жаңа орта табады біріншіден, екіншіден өздерін еркін сезінеді. Үлкен шараларда болсын, бұл енді үлкен ауқымды шара болғандықтан жаңа достар тапты, емін-еркін жүрді, ғылыми жобамен айналысты. Өте жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Бізге бұл өте қатты әсер етті. Және жақсы жағынан біздер дейтін өте көп достар таптық. Әлі күнге дейін араласамыз. Және қатты сағындым оларды. Біліміміз де арта түсті біздің. Керемет болды. Соңғы сұрағымыз, мұндай республикалық деңгейдегі шаралар ұстаздар үшін қаншалықты маңызды деп есептейсіз? Өте маңызды. Өте маңызды деп есептеймін. Мұндай шаралар көбірек ұйымдастырылсын. Жалпы саммит тек бір реттік шара емес деп айтылды. Алдағы уақытта болады деп тағы да айтылды. Көбірек болу керек, себебі ұстаздар да жаңа орта табады, өздерінің емін еркін сезінуіне, және де алдағы жұмыс жолында қосымша білім ғой бұл. Білім үстіне білім құя береді деп ойлаймын. Рахмет, сұхбаттарыңызға. Енді біздің екінші сұхбатымыздан бастап жаңа Айдар қосылды. Келген қонақтарымызбен кішігірім ойын ойнаймыз. Қазір сіздерге экранға көз шығады. Сол көз арқылы біздің мектебімізге байланысты адамдарды тапсаңыздар.
Бірінші көз бізде Әлі ермек қайырыз. дұрыс айтасыздар, ермек қайырыз. Екінші сурет. Данияр. Данияр біздің мектебіміздің Жолда оқушысы. Данияр. Мгм. Кітаптан аша келіп қой. Асхат Серікұлы. Қиындау екен. Ойлаңыздар. Қандай нұсқаларыңыз бар? Осы жерде отыр деп айтсақ болады. Айгүл Спадиярова. Жоқ. Индира Маликова ма? Бұл Гүлзада Орынбек қызы. Үлкен буын өкілі деп айтсақ болады. Қанжагүл Ақтағалиқызы. Ол бізде әлеуметтік педагог Тұрарбек ағайымыз ғой. Ерекше көздің иесі. Ол біз Даяна мүмкін саған таныс болар бұл жанар. Бар ма нұсқан осы сияқты саған ұқсап тұр? қай сыныпта екен? Қай сыныпта еді? Егер 8-ші сынып болса енді өзім жауап бермейді екенмін. 8-ші сынып болса да. 11-ші сынып. 11-ші сынып. Ол бізде 11 сынып оқушысы, балысы. Иесі. Бізде бұл флотың ағай, Тоқтар ағайымыз. Диана. Диана. Мына қызы. Бұл Жадыра Максимовна. Және бұл бізде соңғы сурет. Ой, ананың суреті ғой. Өзі? Жақсы, рахмет. Бүгінгі енді сұхбатымыз осымен Аяқталды. Біздің арнамызға айтар жылы лебіз кейіптеріңіз болса қандай бар? Арнасының ұжымына Ернарын, Индира, Фарида, Асыл тек осы бастамаларын жақсы игі істерін өрлей берсін, өрге жүзей берсін. Тек жақсы сәттерде осындай керемет нәрселерді тарихта қалдыра беріңіздер. Әрбір сұхбат бір тарихтеріңіздер бар. Әрбір сұхбат бір тарих, әрбір қонақ бір өмір жолы дейді. Тек керемет жақсы адамдар келе берсін осы орынға. Тек еліміздің танымал адамдары келсін деймін. Ясы керемет алған екен, маған өте қатты ұнады. сұхбаттарыңызға рахмет. Бүгінгі сұхбат мәнді, мағыналы, мазмұнды сұхбат болды деп есептейміз. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.